достар, және мен сол that girlға өте қатты айналғым келеді. Сол себептен бұл видеоны түсіру арқылы сонымен қатар мен өзім сол қыз болуға әрекет жасайтын боламын, және сіздерге арнап осындай керемет соңғы кезде, қазіргі кезде тренд болған теманы таңдап осы видеоны түсіріп жатырмын. Яғни that girl деген қыз, та самая девушка, которая просто идеальная девушка дегеніміз, ол қыз таңертең ерте тұрады, су ішіп, дұрыс тамақтанып, спортпен айналысып, жүгіріп, сондай бір өзіне күтім жасап, кәдімгідей өзімен жұмыс жасайды. Салауатты өмір салтын ұстануға тырысатын сондай бір қыз деуге болатын шығар. Сол себептен де біз сол қызға айналатын боламыз. Ал біз таңғы уақытқа аттанамыз. Кеттік. Короче, мен енді тұрдым. Қазір сағат таңғы 6:30. Және that girl'дар обязательно ерте тұрады. Сол себептен мен уже бірінші қадамды орындадым. Енді таңымызды бастау керек. Кеттік. Қазір лимон мен су ішіп алмасам, әлі ойын алмай жатырмын. Сол себептен екінші қадамды да орындайық. Түрде лимон қосылған суды ішіп отырыңыздар таңертең, ал біз әрі қарай жылжимыз. Обычно that girl'дар сонымен қатар медитация жасайды, бірақ та мен медитациясыз істейтін шығармын, то есть йога жасайтын боламын. То есть йога мен медитацияның функциялары былай айтқанда бір деуге болады. Сол себептен таңғы не ретінде, сондай бір практика ретінде йога жасайтын боламын, сосын пресске арналған хлоетингтің жаттығуларын жасаймын. Итак, йоганы бітірдім. Енді қазір тренировка жасаймын пресске хлоетингтің. Так, бүгінгі жаңағы жаттығуына арналған заттардың барлығын бітіріп, енді қазір жуыну керек, наконец-то таңғы күтім жасайық дегендей. Так, қазір енді мен бетіме маска жасайтын боламын. Pinterest'тегі қыздар сияқты менде патчи жоқ, бірақ та хотя бы сондай бір бетте бірдеңе бар, хотя бы уход жасады деген қызға ұқсау үшін маска жасауым керек деп ойлаймын. Сол баяғы черная маска, менде басқа маска жоқ, шыны керек. Тканевая маскалар онша ұнамайды маған. Осындай жидкий, осындай маскалар көбірек ұнайды. Сонымен мен бетіме маска жасадым. Өте неаккуратно жасай салдым, бірақ та әйтеуір бетімде тұр ол маска, самое главное. И мен бұл миссияны орындадым деуге болады. Енді бұның қатуын күту керек. Мен әрең сөйлей алмай тұрмын деуге болады. Қазір бетім естіп қатып жатқанда, бірақ уже қатып қалды, бірақ тағы 20 минут тұру керек. Ал мен бұл уақытта завтрагымызды дайындайық. Айбай, тырнағым сынып жатыр ғой, сол қатты ауырады десе. Короче, завтрак дайындау керек. Әлі таңғы ас ішпедім, жаңа 1-2 сағаттан бері. Сол себептен давайте тамақ істейік. Бүгін тамақ болғанда да андай Pinterest'тегідей завтрак жасау керек. Сол себептен қазір сондай Pinterest'тегідей завтрак жасайтын боламыз. Кстати, Pinterest демекші, сіздерде Pinterest болса, я бы хотела порекомендовать вам свой аккаунт в Pinterest. Почему бы и нет? Потому что мен тоже ол жерде әртүрлі қызықты нәрселерді топ бойынша сохранить етіп қоямын. Сіздер өздеріңізге керектігін сразу тауып алсаңыздар болады. Сол себептен Арука Даулетова деп аталады менің Pinterest парақшам. Сол себептен
ол жерге барсаңыздар болады. Мен әртүрлі әдемі суреттерді именно сол жерден аламын. Сол себептен сіздерде де ондай сұрақ болмасын деген сияқты әңгіме ғой. Короче, қараңыздар, осындай сияқты тост жасамақшымын. Так, тост жасау үшін естественно бізге нан керек. Қара нан алдым. Сосын жұмыртқамен бірге помидор қосып істейтін боламын. И тағы да басқа тостқа осындай арахисовая паста. Мен арахисовая пастаны қатты жақсы көремін. Так, мен бетімдегі масканы алып тастадым. Енді завтрак уже дайын. Короче, біз Анелямен кафеге келдік. Қазір заказать ететін нәрсені заказать етіп жатырмық. Я хочу себе смузи, как that girl сияқты сондай ПП нәрсе заказать еткім келіп тұр. Смузи, немесе матча, суп па, салат па, білмеймін, көреміз. Қараңыздар, атмосфера деген вообще күшті. Короче, that girl да сияқты осындай ПП нәрсе заказать еттім. Ол осындай матча. Бірінші рет ішіп көрейін деп жатырмын. Уже маған ұнап тұрған жоқ дәмі, иісі ұнап тұрған жоқ. Бірақ енді көреміз. Сосын мына жерде осындай сырный суп, Анеляда чечевичный суп и капучино. Біздің асымыз болсын деп. Өмірімде бірінші рет матчаны пробовать етем. Бірінші қант қосып алайық. Мен матчаны пробовать еттім, вообще маған вообще ұнаған жоқ. Брокколидің дәмімен да. Вообще, а кто-то его реально любит. Я не понимаю, как можно любить матчу. Не советую, даже если пробовать еткілеріңіз келсе, да вообще не пробуйте. Яғни осыдан мысал, негізінде матчаны қатты ішкім келген жоқ, бірақ та мен просто чтобы сіздер видео түсіріп жатырмын деп пайдалы нәрсе болсын деп ала салған ғой, әйтпесе бір кофе не істей салатын едім деген сияқты. Сол себептен всегда надо слушать себя, делать только то, чего хочешь, заказывать только то, чего хочешь. Короче, мен еще кафеге осындай дәптерімді, то есть блокнотымды әкелгем ғой, чтобы осындай journaling жасау үшін. Қазір мен енді осыған бір заттар жазып, аффирмация деген сияқты благодарность жазатын болам. That girl'дар сонымен қатар осындай блокнот толтырады деген сияқты. Сол себептен қазір мен осылай толтыратын болам. Мен неге келдім, және де сіздерге қазір бір нәрсе көрсеткім келеді. Жаңа мен кафеде отырып бірнеше благодарности жаздым, және де қалай жазып, сөйтіп қалған түсірейін десем зарядкам бітіп қалды. Сол себептен де қазір сіздерге көрсетейін. Осындай сияқты бірдеңе жаздым. Яғни жалпы кішігірім, қысқа да нұсқа нәрселер. Себебі барлығын сразу бір күнде, бір сағатта дәптер бетіне түсіре алмайсың. Сол себептен өйстіп қысқа күнде жазып отырсаң, сен күнде өзіңнің барлық ойыңды тек позитивке, тек жақсы нәрселерге аударатын боласың. Сол арқылы өміріңе одан сайын жақсы нәрселер көбейіп келетін болады. Сол себептен де бұл да шүкіршілік дәптерін арнау, бұл да өте маңызды. Я, кітап оқу өте маңызды, әсіресе именно түнде ұйықтар алдын оқыған әлде қайда тиімдірек, себебі именно сол кезде мида барлық күні бойы жиналған информациялар по полочкам қойылады, сосын таңертең күні бойы есіңізде болады деуге болады. Сол себептен де кешке оқуға кеңес беремін. Қазір мен енді тонкое искусство пофигизманы дегенді бастадым, және де маған уже ұнап жатыр.
мен іздеген кітап деп ойлаймын. Және де сіздерге де кеңес беремін. Мен мына жерде сарымен белгілеп жатырмын. Сол жерін оқып қарап көріңіздер. Не туралы айтылған, қалай айтылған, и қорытынды жасаңыздар. Бұл өте маңызды. Сонымен достар, бүгінгі видео соңына жетті. Және де егер видео ұнаса, онда міндетті түрде лүпілдетіп кетіңіздер. Және де сіздер де сондай бір дәлдгерлға айналуға тырысыңыздар. Егер сіздер шынымен қаласаңыздар, бұл тренд сізге ұнаса, онда міндетті түрде жасаңыздар. И сіз өзіңізбен сосын кәдімгідей керемет мақтанатын боласыз. Дәлдгерлға айналу үшін міндетті түрде блогер болуға керек емес. Соны біліп жүріңіздер. Сол себептен де, давайте келесі видеоларда кездескенше. Пока-пока. Лайк, подпишись на канал, подпишись на канал.